Ел экономикасын салық түсімдерінен бөлек инвестиция арқылы дамытуға басымдық беріліп отыр. Қазірдің өзінде Қазақстан шетелдік компаниялар үшін қаржы құюға қолайлы елдердің көшін бастап тұр. 2030 жылға дейін еліміз шетелдік капитал салымдарын 100 миллиард долларға дейін жеткізбек. Бұл дегеніміз ел қазынасы үшін қомақты кіріс көзі, жаңа жұмыс орындары. Инвестициялар негізінен қай салаларға тартылмақ? Тақырыпты әріптесім Назым Кенжебай зерттеп көрді. Тәуелсіздік алғалы Қазақстанға 470 миллиард доллардан астам көлемде тікелей шетелдік инвестиция тартылды. Оның 15 миллиард долларға жуығы былтыр 9 ай ішінде көтерме және бөлшек саудаға және өңдеу өнеркәсібіне құйылған. Өткен жылмен салыстырғанда шамамен 11%-ға көп. Қаражаттың дені Қытай, Ресей, Біріккен Араб Әмірліктері, Қатар, Оңтүстік Корея және бірқатар Еуропа елдерінен аударылған. Тұжырымдамада 2030 жылға дейін негізгі капиталға тартылатын инвестициялар көлемі жалпы ішкі өнімге қатысты 24%-ға дейін арттыру және тікелей шетелдік инвестициялардың көлемін 25,9 миллиард ақш долларына дейін жеткізу межеленген. Яғни жоспарға сәйкес алдағы 5 жыл ішінде негізгі капиталға 270 триллион теңге көлемінде инвестиция тарту қажет. Бұл ретте шикізаттық емес салаларға басымдық беріліп, өңдеу өнеркәсібінің өркендеуіне жағдай жасалмақ. Қазіргі таңда ел экономикасының негізгі басым бағыттары ол өңдеу өнеркәсібі және инфрақұрылымын дамыту, цифрландыру және агроөнеркәсіптік кешенін дамыту, жасыл экономиканы дамытуға бағдарланған. Ал экономист Қажыгелді Шамбылдың айтуынша, тұжырымдама аясында енді мемлекеттік емес, жеке инвестицияларды тартуға ден қойған жөн. Себебі соңғы жылдары ұлттық банктің базалық ставкасының бір кері әсері Қазақстанға шетел инвестицияларының ағыны азайды. Енді салыстырмалы түрде динамикамен. Және де белгілі бір инвестициялық ресурстардың көзі ретінде кредит көп жағдайда қарастырылмайды. Қазақстан үшін өйткені кредит алатын болсаңыз, белгілі бір кәсіп ашуға шамамен 25%, ең төменгі мөлшері 20-21%. Егер де сіздің алатын кредитіңіз 20% болса, бұны 10 жылға алатын болсаңыз, шамамен 2,5-3 есеге артық төлейсіз. Сондықтан да ешкім бұндай дүниеге бармайды. Сол үшін бюджеттік шығындарды азайтып, инвесторлардың қаржы құюына барынша тиімді жағдай жасалу қажет дейді маман. Сондай-ақ инвестицияның негізінен машина жасау, химия және фармацевтика салаларына бағыттаудың тиімділігінде түртіп өтті. Айта кеткен жөн, жаңа инвестициялық саясатқа сәйкес қаржылық капитал дәл осы салаларға қарқынды түрде құйылмақ. Ең алдымен өңдеуші өнеркәсіп. Оның ішінде агроөңдеу, тамақ өнеркәсібі, химия және көмір химия, металлургия, машина жасау, фармацевтика және құрылыс материалдардың өндіру. Дәл осы салаларда инвестициялар импорты алмастырумен қатар, Орталық Азия, ЕАЭС, Таяу, Шығыс және Еуропа нарықтарына шығуға бағытталған экспортқа бағдарланған өндірістерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. 2026 жыл цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жарияланғандықтан, бұған дейін инвестициялық саясаттан тысқары қалып келген салаға енді қыруар қаржы тартылады. Осылайша озық технологиялар арқылы еліміздің барлық саладағы әлеуетін арттыруға күш салынбақ. Назым Кенжебай, Қанат Махмутов, Ержан Рахманбердиев, 24 KZ.